Сәлем алтындарым. Бір от алып алған кезде осы қатар-қатар түсіріп тастайын деп шештім. Бір жалқаулансам, жалқауланып қалатын бір әдетім бар. Бір бастасам, тоқтамайтын әдетім бар. Бір сөйлесем, ашылып кетем, бір сөйлемей қалсам, тыныштықта жүргенді ұнатып қалам. Өзім бір сондай қасиетке иемін. Енді мынау менің кеңістігім, менің пространством, менің аурам, менің энергетикам, менің парақшам, осы менің әлемім демекші. Менің әлеміме қош келдіңіздер. Бұл парақшада біз психология, химик ретінде химиялық білімдерімді сіздермен ұштастырып, екеуін бөлісіп жүрген жайым бар. Бүгінгі эфиріміз саналы түрде жүктілікті жоспарлап жүрген жұптарға арналады. Егер сіз ондай қатарға енбесеңіз, онда өзіңіздің таныстарыңыз, жақындарыңыз болса, бөлісіп қойсаңыз болады. Осы ақпаратпен бала көтеруге ниет етіп жүрген, жаңағындай жүктілікті жоспарлап жүрген жұптарға жіберіп, сауабын алсаңыз болады. Енді қош келіпсіздер. Жүрек басып, қолдау көрсетіп, маған мотивация беріп қойыңыздар. Егер қиын болмаса. Дәл түстім мама дейді. Жақсы, дәл түссеңіз, сіз үшін қуаныштымын. Қош келдіңіз. Енді мен айтып жүрген нәрсем, мынау айды аспанда байқасақ, жаңадан туылады, ол ай өседі, сосын ол толады, толған ай болады, одан кейін ол кішіреді, убывает, да, убывающая луна. Сөйтеді да қайтадан жаңадан ай толады, сөйтіп цикл айнала береді. Ол цикл 29, кейде 30 болады. Бір ай 29-ға толса, келесі ай 30-ға толады. Ал біздің өзіміздің календарымызбен бізде әр ай ақпанды қоспағанда 30-на или 31-не толады ғой. Сол сияқты өзінің айдың да өсуіне қарай, толысып, кемуіне қарай өзінің циклы болады. Сол циклдарға қарай құрсаққа біткен балаға сол энергетика әсер етеді екен. Бұл астрологиялық және дәстүрлі ілімдер негізінде берілген ақпарат. Мен оны тек жеткізушімін. Мен ешқандай да бір жаңалық ашып, жаңа бір нәрсе ойлап тапқан жоқпын. Бар ақпаратты жеткізу үшін алдыларыңызға шығып отырмын. Біз 2 күндікін айттық. Міне 8 тамыз, 9 тамыздікін жаңа салып қойдым. Енді бізде міне 10 тамыз дүйсенбі күні түнгі сағат 2:17-ден басталып 11 тамыз күні таңғы сағат 3:36-ға дейінгі аралықта 27 ай тәулігі жүріп жатады бізде. Бізде мынағы көзіміздің күнтізбе бойынша 10 тамыз болса, ай тәулігі бойынша 27 күн. Яғни бізде қазір убывающая луна. Осы процесті бізде мысалы осы кезде деп алайық енді. Осы кезде құрсағыңызға бала бітті деп айтайық. Енді оны сіз жоспарлайсыз. Мысалы өзіңізге ұнамаған энергетикасы жаңағындай ауырлау күндер болады. Сол күндерде мысалы бала жоспарламайсыздар деген сияқты. Таңдауды өзіңіз жасайсыз әрине. Адамзатқа таңдауды Алла тағала аманат етіп берді. Сондықтан әр адам өз таңдауы үшін жауап береді. Енді қазір мәселе ол жайлы емес. Мәселе бүгінгі, яғни 10 тамыз күнгі энергия бала көтеруге қалай әсер етеді екен, соны сіздерге айтып берейін мен. 27 ай тәулігінде бала көтеруге тыйым салынбайды. Дегенмен мүмкіндік болса, бұл күнді қолайлырақ кезеңге ауыстырған дұрыс деп есептеледі. Енді мүмкіндік болса, бұл күні жоспарламағаныңыз дұрыс дейді. Себебі дейді. Себебі бұл күні құрсаққа біткен баланың жағымды қасиеттерімен қатар ата-анасын алаңдатуы мүмкін кейбір ерекшеліктері де болады деген түсінік бар. 27 ай тәулігінде құрсаққа біткен балалар табиғатынан мейірімді, жұмсақ,
жұмсақ мінезді, тіл алғыш әрі жанашыр болады деп сипатталады. Олар әділетсіздікті ауыр қабылдайды және басқа адамдардың қиналғанын көру оларға қиын. Әрдайым өзгелерге көмектесуге дайын тұрады. Біреудің өтінішін сирек жағдайда ғана қабылдамай қояды. Кей кездері өмірдің қиындықтары оларды қатты қажытып, ұзақ уақытқа көңілсіз күйге түсіруі мүмкін. Өйткені кездесетін мәселелерге қарсы тұру үшін әрдайым ішкі күш қуаты мен энергиясы жеткілікті бола бермейді деген түсінік бар. Бұл күні құрсаққа біткен адамдардың денсаулығы әлсіз болады, әсіресе жас кезінде жұқпалы ауруларға жиі шалдығады деген астрологиялық сипаттама кездеседі. Сондықтан бала кезінен денсаулығына көңіл бөліп, аурулардың алдын алуға мән берген дұрыс деп айтылады. Дегенмен, тағдырында түрлі қиындықтар кездескенімен, бұл күні құрсаққа біткен адамдарды қорғаушы періштесі үнемі қолдап жүреді деген сенім бар. Олар ең күрделі жағдайлардың өзінен көп жағдайда үлкен зардап шекпей, қиындықтан аман есен шығып кетеді деп сипатталады. Яғни, осындай энергия жүріп жатады екен. Бізде 10 тамыз күні, егер құрсағыңызға бала бітсе, оның мінез құлқына солай әсер етеді. Бірақ бұл жерде бар ғой, міне, бір ескерту жазып жатыр. Бұл мәтін дейді, ай күнтізбесі, астрологиялық түсінікке негізделген сипаттама. Оның бала мінезіне, тағдырына, немесе ұзақ өмір сүруіне ғылыми дәлелі жоқ. Яғни, ғылыми дәлелденбеген, бірақ ғасырлар бойы бұл білім қолданылып келген. Жаңағы тайное знание ретінде қолданылып келген. Сондықтан да бұл ілімді мен өзім сеніп қабылдаймын. Енді 100% болмаса да закон Паретто деген бар. 80-де 20, 50-де 50, 60-да 40 өзіңіз қаншалықты сенгіңіз кеп тұр, сол процентте сенесіз де, қалғанына күмәнмен қарайсыз. Болмаса әлі де тексеру керек, іздену керек, білу керек деген сияқты под вопросом дейді қалады. Енді маңызды ақпарат бердім деп ойлаймын. Ыстықтап кеттім өзім, бөлменің іші ыстық, терезені жауып алсам ыстық болып кетті. Ашып қояйын десем, даланың шуы естіле ме деп тұрмын. Енді мен өте қуаныштымын. Осылай шығып, міне маған эфирге кірген қыздар, рахмет сіздерге. Бөлісіп қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болатын еді. Бөліспесеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Ең бастысы менің міндетім айту болған, айттым. Осы жерде айта кетейін дегенім, егер сізде өзіңіздің туған күніңіз, ай жылыңызды және қай уақытта туылғаныңызды білсеңіз, қай жерде және қай уақытта, онда сіздің де нақты сол туылған сәтіңізде қандай ай тәулігінде туылдыңыз, сол да әсер етеді екен да адамның жаңа мінез құлқына. Сол туралы да ақпарат беруге болады. Енді оны көп адамдар өзінің туған уақытын білмейді екен. Сол уақытын білсе, асцендент деп аталады. Асцендент. Қандай ай планетасы қандай шоқ жұлдызда айналып жатты, соны анықтап, сол арқылы да сіздің мінез құлқыңызды, әлсіз, мықты тұстарыңызды, сізге бағыт бағдар беретін, бағыт көрсетші беретін жолдарды білуге болады. Енді бұл бір адамдар үшін қызық, астрология, нумерология деген ғылым. Бұның барлығын бізге берді ғой, Алла тағала, сондықтан оны барынша пайдаланбасқа, неге пайдаланбасқа деп ойлаймын өзім. Барлық ғылымның өзіндік бір пайдасы бар. Әрине оны дұрыс қолдансақ егер. Не дейміз, бүгінгі эфирімізді осымен аяқтайық. Көп созбайық, қысқадан нұсқа, нақты керек ақпарат берілді. Келесі эфирде кездескенше, қазір қайтадан шығамын. Осы бір шабытпен бірнеше эфирімді түсіріп тастайын. Жақсы, аман болыңыздар.